ерте солған қыз ғұмыр. Өмірімде еш жанға тіс жарып айтпаған сырым кеудемді өртейді. Ол балалық шағымнан мәңгілік жүрегімде қарадақ болып қалған жан жарасы. Біз отбасымызда 2 баламыз, мен және ағам. Әкем мені қатты жақсы көретін. Әкем жұмыстан келгенде жүгіріп барып мойнына асылатынмын. Жұмыстан қатты шаршап келсе де мойнына көтеріп алып ойнататын. Ағам әкемді менен қатты қызғанады. Бұны мен әкем мені ағамнан артық жақсы көреді деп мақтанатынмын. Кейінгі кездері әкем жұмыстан үйге ішіп келуді әдетке айналдырды. Мені қасына шақырып алып, ұятты жерімнен ұстап, мына жеріңді ешкімге берме, тиіскізбе деп жиі айтатынды шығарды. Бәйкүне баламын ғой, ештеңе түсінбедім. Әкеме еркелеп, бетінен сүйіп, мойнына асылып, құшақтап, әкеме жабыса түсетімін. Далада ойнап